Так, ё-моё, лодкамен жүрүп шаршап кеттим го. Так, айтпесе ана жактын баары суу. Әлемдин 74%-ын суу алып атыр экен го, ё-моё достор. Суу менен жүрүп шаршап кеттим, ё-моё. Әрең дегенде жеттим мен. Осы өзүмүздүн, жер әлемине көчтүм мен энди. Жер әлем болгондо үч нөмүрдөгү жерге көчтүм, үч нөмүрдөгү әлемге. Айтпесе Майнкрафттын әлеми жаман экен. Ё-моё. Жаман болгондо энди сагынып калдым энди ал жерди энди. Көрсөтүп жиберейин энди кандай жер экенин. Ё-моё. Достlar, біз дейтін қаяқтамыз. Бұл дейтін үч нөмірдегі әлемнің картасы. Достар, бұл жақта Қазақстан бар, Монголия бар, Қытай бар, Россия бар, бүкіл әлем бар почти. Мысалы, мына жақта Қытайдың ар жағында Северный Корея, Южный Корея бар, және де Япония бар, достар. И Россия, ана жақта Австралия, там Таиланд, Филиппины, там анау-мынау. И ана жақта, ана жақта Украина, сосын ана жақта Белоруссия, и ана жақта, достар, Өзбекстан. Өзбекстан. Осындай кішкене дөу. Мен осы Өзбекстан, достар, Өзбекстаннан қарап отқан адамдар болса лайк басып арна тіркеліп кетіңіздер. И Қазақстаннан көріп отқан адамдар болса лайк басып арна тіркеліп кетіңіздер. И және де Қырғызстаннан көріп отқан адамдар болса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Не дейді? Сами делайте эту табличку, за что это странно дейді. Типа достар, мен бұл картаны 3-4 адам болып салған болатынбыз. Бұл картаны мен салдым, и және де 2-3 бала болып жабылып салдық. Так, мына жақта бізде Афганистан, походу, өйткені оларда таулар көп қой. И және де Қытай. Кеттік Монголияға. Мынау кімнің өлігі? Так, Шыңғысхан дейді. Мына жақта сонда Шыңғысхан қайтыс болған ба? Монголиядан көріп отқан адамдар болса, Шыңғысхан мына жақта қайтыс болыпты десеңе ойнап айтам. Так, осындай. Ал Қытайда мына осындай флагы Қытайдың. Әлемдегі ең мықты державалардың бірі Қытай. И және де ар жақта бізде Россия. Давайте, достар, көп созбай біз дейтін басқа да елдерді көрейік. Мына жақ қай ел екенін табыңыздар енді. Россия. Россия, ана жақта Каспий теңізі. И мына жақта Африка континенті. Мынау дөу шөл болып атқан жартысы. Так, ал мына жақ болса бізде Оман ба, или Дубай ма, мына жақ Дубай ма, сондай, мына жақ же Саудовская Аравия. И мына жақта, осындай Түркия ма, Түркия екен, ё-моё, Турция дейді. И, мына жақта бізде Сербия. И және де көптеген елдер, так, Австрия, и және де Чехия, и потом мына жақта Польша ма? Польша, и Россия. Достар, мына жақта Россия қалай пайда болды десеңіздер, баяғыда СССР кезінде Россия дөу болған, и және де осы жақта Ресейдің қаласы қалқыған, Красный Ярск ба, білмеймін, сондай қала. Мына жақта Белоруссия. Ары қарай барайық па, достар? Так, мына жақта осы картаны шығар десеңіздер, достар, осы видеоға 100 лайк жинап тұрсаңыздар. Мына жақта Швеция. И және де мына жақта Швейцария ма, қайсысы? Так, мына жақта Германия. Мына жақта бізде так, Франция, Бельгия, Нидерланды. И және де Норвегия. Швеция, бұны көрдік жаңа. Біз мына жақты көрдік пе? Мына жақ бізде Великобритания, Ұлыбритания. И және де Ирландия. Ирландияның президенті, жаңа президенті скоро Конор Макгрегор болуы мүмкін. И және де Францияны көрдік. Так, дейінға қоясылық па? Дейінға қоясылық. И және де мына жақта Испания. Испанский лига, Реал Мадрид, Барселона, солар со жақта. Португалия, Рональдо бар ғой, Рональдо.
Су кеттік ал достар, Гренландияға кеттік. Гренландияға бармай тұрып Исландия бар екен. Мына жақта Гренландия, енді Грен дейді. Негізі бұның Грен дейтін мағынасы, өйткені бұлар суық жақты Гренландия деп атаған. Ал анау осындай бір проблема, бір тарихта сондай жазылған. Мына жақта Деу Канада болуы мүмкін. Мына жақта Канада походу. Ар жақта Аляска. Мына жақта Аляска, достар. Но США-нікі. Мына жақ США-нікі, осындай Аляска бар. Суық негізі Аляска, по идее. Мына жақтар суық қой. Так, а еще мына жақтан, Канада, и потом мына жақта тағы да США. А мына жақта бізде дейтін тағы да қандай ел? Мексика, Бразилия, там анау картельдар өмір сүреді. А мына достар, флагы Соединенные Штаты Америки деп тұр. Осы видеоға 100 лайк жинасаңыздар, мен осы картаны сіздерге беретін болам. Және де мына жақта көптеген елдер бар, бірақ бұның флагын жасамапты, енді ерінген сияқты, по идее. Мен достар бұл картаны тоже өзім жасағам, бірақ жартысын ғана жасадым. Бір мына жақтың США жақтарын, Африка жақтарын орыстар салған болатын, бір балалар. Солармен қосылып салдық. Мен неге ютубтан көп уақытқа кетіп қалды десеңіздер, мен осының бәрін салған болатын. Мына жақта Антарктиданы мен салдым, Антарктиданы мен салдым. По идее ұқсаттым деп ойлаймын, бірақ қатты дөу болған жоқ негізі. И және де мен Қазақстанды и нені салдым, Монғолияны салдым. Ну, по идее, өйткені мен достар басқа елдерді салғым келген жоқ. Еще, мен мына жақты көрсетпеппін, Австралияны көрсетпеппін. Мынау кәдімгідей дөу. Мына жақты көрсетпеппін ғой мен. Мына жақта тағы да елдер бар екен осындай. Мына жақта тағы ел бар екен, ё-моё. Мына жақта қандай ел? Мына жақта тоже бір ел. Мына жақта тоже бір ел. Географияны білетін адамдар болса жаз кетсеңіздер болады. Мына жақ Индия, мына жақ Пакистан. Достар, қазір Пакистан мен Индияның арасында соғыс кетіп жатыр. Мына жақта енді білмеймін қандай елдер екен. Флагтар дұрыс салынбаған. Қытай, анау Тайвань ба типа? Тайвань. Мына Тайвань. Мына Тайвань. И мына жақта Корея, мына Корея. Оңтүстік, солтүстік, Япония, и Россияның жерлері, Россияның жері, и Россияның жері. По идее, дұрыс негізі. Дұрыс салдық деп ойлаймын енді бұл картаны. Қатты көп уақыт кетті деп айтамаймын, 2 аптада салдық. Нормально деп ойлаймын. Австралия, и мына жақтар Таиланд болу керек негізі. Достар, осымен видео аяқталатын болғат. Егер осы видеоға 100 лайк жинаса, осы картаны шығаратын болам. Арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал давайте, пока-пока, чао.